саламатсыздар ма оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы Хан Абылай атандың. Сенің білетінің Хан Абылай атандың өлеңінің мазмұны, кейіпкер портреті, мінезі. Меңгеретінің өлеңді іштей түсініп, қажетті ақпаратты тауып оқу және кейіпкердің портретін, мінезін сипаттауды, іс-әрекетіне баға беруді үйренесіңдер. Бұқар жырау туралы мәліметпен танысайық. 1684-1781 жылдары аралығында өмір сүрген қазақтың ұлы жырауы, 18 ғасырда жоңғарларға қарсы соғысты ұйымдастырушы, атақты Абылай ханның ақылшысы. Жырау Абылай ханның қасында: «Ал тілімді алмасаң, ай Абылай, Абылай, қазақтың ханы Абылай, ханға жауап айтпасам, ай Абылай, сен 11 жасыңда, ал айтамын, айтамын» атты толғаулары бар. Енді өлеңді түсініп оқиық. Бірінші тапсырма. Өлең кім туралы? Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Өлең хан туралы. Тексерейік. Жақсы, жарайсыңдар. Сендер де осылай жауап берді деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Өлеңді түсініп оқып, таққа отырған хан не істеді? Ішінен 2 жауапты белгілейік. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. 300-дің басын біріктірген және жетім жесірге қамқор болған. Жарайсыңдар. Келесі, қажетті ақпаратты тауып оқы. Бұқар жырау Абылайды қалай сипаттайды? Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Әділ, әдепті, батыр. Жарайсыңдар. Енді сыни тұрғыдан баға беріңдер. Абылай хан 300-дің батырын не үшін шақырды? Ойланып көрейік. Жаумен соғысу үшін мықты батырларды жинады. Жарайсыңдар. Келесі. Абылай ханның портретін сипаттаңдар. 2 жауапты белгілеңдер. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Хан Абылай атандың, арманың бар ма хан ием? Абылай хан қандай басшы болыпты? 300-дің басын қосқан және қамқор қолбасшы екен. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақта сендер Абылай ханның қандай хан екен білдіңдер. Өте айналасына қамқор, 300-дің басын қосқан және де жетім жесірлерге көмектескен, өзі жаужүрек, батыр, хан болған екен. Қамқор, қолбасшы, айналасындағылардың барлығына қамқорлық жасап жүретін мейірімді хан болған екен. Енді оқушылар, бүгінгі сабақта сендер Хан Абылай атандың атты өлеңінің мазмұнымен таныстыңдар. Өлеңді түсініп оқып, қажетті ақпаратты табуды үйрендіңдер. Кейіпкердің портретін, мінезін сипаттадыңдар, іс-әрекетіне баға бердіңдер. Енді өлеңді жақсылап жаттап ала қойыңдар.